Қарыз аманат. Оны алған адам қашан қолына қаражат, мал түскенде одан құтылуға асығуы тиіс. Алла тағала былай дейді: қарыз сеніп берілген жан аманатын өтесін һәм Раббысы Аллахтан қорықсын. Аманатқа қиянат жасау иманмен қатар тұруы мүмкін емес күнә. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы қатаң ескерткен. Әнәс ибн Малик былай дейді: бірде Аллах елшісі бізге құтпа айтып тұрып, аманатты сақтай алмағанның иманы жоқ, уәдесінде тұрмағанның діні жоқ дейді. Ибн Хиббан риуаят еткен. Қарызды тезірек қайтаруға тырысу нағыз мұсылмандықтың белгісі. Бұл туралы Хатим әл-Асам дейді: асыққан шайтанның ісі тек 5 жағдайда: келген қонаққа ас беруге, мәйіті аттандыруға, балиғатқа толған қыз баланы ұзатуға, қарызды қайтаруға, істелінген күнәға тәубе жасауға асығу пайғамбардың сүннетінен. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бойынша қашан қолға қаржы түскенде қарыздың үлесін алдын ала бөліп қою керек. Абу Хурейрадан жеткен риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: егер менде Ухуд тауындай алтын болған болса, маған 3-ші түн жеткенде одан қарыздың өтеміне сақтағанымнан өзге ештеңе қалмағанын қалар едім деген. Ибн Мажа риуаят еткен. Шынайы мұсылман біреуден алған қарызын арнайы кітапшаға жазып қою керек. Өйткені уақыт өте келе ол туралы ұмытып кетуі мүмкін. Дер кезінде қайтара алмаған жағдайда артындағы жанұясына, туған-туыстарына өсиет етіп кетуі тиіс. Ибн Омардан жеткен риуаятта пайғамбар былай дейді: артына қалдыратын лайықты бірер өсиет нәрсесі болған мұсылман кісінің өсиетін жазбай 2 кешті өткізуі дұрыс емес. Термизи риуаятты. Ибн Омар пайғамбардың осы сөздерін естігеннен бері қасымда жазулы өсиетім болмай, 1 кешті де өткізбедім деген екен. Осы хадистен мынандай қағида шығады: расында әрбір адам қашан ажалы жетіп дүниеден өтетінін білмейді. Сол үшін мойнындағы қарыздарды, аманаттарды алдын ала жазып қою керек.